2015 жылдың 1 шілдесіндегі дерекке сүйенсек, еліміз бойынша 15 пен 18 жас аралығында 2420 қыз баланың жүкті екені анықталған. Ал Қазақстандағы ең жас ана 13-те ғана екен. Бұл мәліметті жариялаған президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Әсия Хайруллина. Сараптай келе, жасөспірім қыздардың арасындағы ең көп кездесетін және ең ауыр мәселе ерте және мәжбүрлі неке екенін анықтадық. Қазақстан бойынша жылына 3000-нан астам қыз бала кәмелет жасына толмай тұрмыс құрады, деді ол. Астанада өткен қыз балалардың құқықтарын қорғау мәселелері айтты. Оның ішінде отау көтермесе де небәрі 14 жасында жүкті болғандардың бірі Наргиза. Әлдейін нөбектеп жатқан жасана аяға орлағанда бар болғаны 8-ші сыныпта оқып жүрген. Кейіпкеріміз белгілі себептерге байланысты бет-жүзін көрсетпеуімізді өтінді. Айтуынша оны ерте есейткен өмір. Сабаққа барғаннан бармаған күндері көп көрінеді, күнкөрістің қамымен. Сөзіне сенсек, ата-анасының орнына ізінен ерген бауырларын аш құрсақ қалдырмаудың қамымен біреудің кірін жуып, бір көршінің үй шаруасына жәрдемдесіп ақша тауып келіпті. Осындай күндердің бірінде бүгінде 5 айлық болған сәбиінің әкесімен танысқанын айтады. Ол қалан жігіт екен. Таныстық, сөйтіп ол маған үйленем дегеннен мен оған сеніп қойдым да. Сөйтіп екеуміз жүргенде екі қабат болып қалдым. 8 айға созылған махаббат, ынтық сезім Наргизаның жүкті екені белгілі болғаннан кейін суып сала берсе керек. Айтуынша ғашығы үйленуге қарсы болмаған. Осылай деп кейіпкеріміз сүйіктісіне шаң жуытар емес, кедергі болған басқа мәселе секілді. Ол жігітке айтқанда екі қабатпын деп, ол уже мамаға айтқаннан, мамасы қабылдамай қалды да мені. Просто бір жағынан мен әке шешем ішетін еді да, әлі де ішеді. Сол үшін ондай отбасы бізге керек емес деген да. Сол үшін ол бала бір бала екен да, сол мамасында бірақ бала екен. Соны мамасын не айтса, соны істейтін еді екен. Сөйтіп біз оны алмаймыз, ондай болмайды деп ше, әке шешесі ішеді, сондай бізге отбасы керек емес, сондай келін бізге керек емес деген да. Сөйтіп ол болды, уже біз онымен сөйлеспей қойғанда, мамам оны уже біліп, мен мамам сөйтіп уже маған жаман сөйлеп бастады да. Сен осындай, не қылам мен сені баламен деп ше. Бізге туасың, как будто туып соларға тастайтын сияқтым да мен баламды. Қазір 5 айлық сәбиімен Наргиза Шымкенттегі аналар үйіне тұрақтаған. Аяқ қолын бауырына алған одан әке шешесі бас тартқанда осы жерден пана тауыпты. Қиын шақта қол созған мұндағыларға алғыстан өзге айтары жоқ. Бұл үйде онымен тағдырлас тағы 15 қыз бар. Арасында сәби сүйіп үлгергені де, өмірге сәби әкелер күнін тағатсыздана күтіп жүргендер де бар. Оққанымыз бәрі де аңдамай шалыс басқандар. Ал бұл Марина 16 жаста, 1,5 жылдан бері аналар үйінің тұрғыны. Перзентханада жатқанда туыстары шіріген жұмыртқаға балап бас тартыпты. Әуелгіде баланы өздігінше түсірмек болған. Ол әрекетінен түк шықпағасын амалсыз босануға шешім қабылдадым дейді өзі. Мен оны ешкімге айтамадым, мамама айтуға қорықтым. Кейін ішім үлкейген сайын қорықтым, үйден шығып кеттім. Сосын қалаға келдім. Домдардың қасында кішкентай үйшектер болады ғой, иттер бірдеңелер жатады, сондай жерде жатып жүрдім. Ол қиындықтардың бәрі артта қалған қазір. Бүгінгі бар алданышы, қуанышы қызы. Дегенмен отбасы бауырларынан ажырап қалғанына қатты өкінеді. Алаңсыз күндер қайта оралса, ол қателікті жасамайтын едім деп ағынан жарылып отыр. Ұзақты ойламайды ғой қазір біздің жасымыздағы қыздар. Көрінген жоқ. Мен ойладым оған, байға шыққан болды, осымен жүремін деп. Ал ол мен екі қабат болған кезде ол мені тастап кетті. Ресми мәліметке сүйенсек, бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында кәмелет жасына толмаған, яғни 17 жасқа толмай жүкті болған 220 қыз бала есепке алынған. Бұл 1 қазанға дейінгі мәлімет. Денсаулық сақтау саласының өкілдері бұл уақытта дабыл қаққанмен бәрі кеш екенін айтады. Біз фактімен бетпе-бет келеміз. Өрімдей қыз кімнен көтерді, баланың әкесі қайда деп сұрау салу емес, бірінші міндетіміз ана мен баланың өмірін қайткен күнде сақтап қалу.